Алан мен Дана. Ұлттық киімдер. Қымбатты дос, сенімен қайта қауышқаныма қуаныштымын. Сен ұлттық киім түрлерін білесің бе? Олар әр алуан, әрі әрқайсысын өз ретіне қарай киеді. Иә, ағам дұрыс айтады. Қазақтың ұлттық киімдері өте сәнді. Біз сені ұлттық киімдер дүкенін бірге аралауға шақырамыз. Ендеше саяхатымызды бастайық. Дана, сен білесің бе? Алғашқы адамдар күннің суығынан, ыстықтан қорғану үшін малдың, аңның терісін өңдеп, киім тігіп киген. Мәссаған, шын ба? Қызық екен. Мен киім бізді тек әдемі етіп көрсетеді деп ойлаппын. Иә, ағаш көркі жапырақ, адам көркі шүберек деген сөз бар. Бас киімің өзіңе жарасып тұр. Оны қалай аталатынын білесің бе? Рахмет, бұл тақия ұлттық киімдер дүкенінен алдым. Тағы да дүкенге барып, жаңа киімдер сатып алайықшы. Ұлттық киімдер дүкені. Балақай, біз ұлттық киімдер дүкеніне келдік. Киімдер тарихымен танысып, өзімізге жарасар киім бар ма екен? Байқап көрейік. Дана, қазір киімді тігін мәшинесімен тігеді ғой. Ең алғаш тігін мәшинесін Чарльз Фредерик Визенталь деген өнер тапқыш ойлап тапқан. Ал сен білесің бе, ең алғашқы инелер балық сүйегі мен өсімдіктердің тікенінен жасалған. Қош келдіңіздер. Бұл ерлерге арналған бас киімдер сөресі. Бас киімнің түрі өте көп. Тымақ, аң терісінен жасалған қыстық бас киім. Бөрік, бағалы аң терісінен тігілген бас киім. Қалпақ, төбесі шошақ, жиегі кең келген ерлер бас киімі. Тақия, жеңіл әрі шағын бас киім. Ал сенің отбасындағы ер адамдар қандай бас киім киеді? Әйелдерге арналған бас киімдердің ерекшелігі пайдаланған терісіне байланысты және әрқайсысының ғұрыптық, салттық мәні бар. Кимешек, әжелердің бас киімі. Оны ақ матадан, әдетте ақ түсті жібектен тігеді. Сәукеле, ұзатылатын қыздардың қымбат бас киімі. Бөрік, аң терісінен тігіледі. Оның жаздық, қыстық түрлері бар. Тақия, қыздардың үкілеген, әсем, зерлі бас киімі. Мына сәукеленің әшекейлері көздің жауын алады екен. Маған қатты ұнады. Сәукелені ұзатылатын қыз ғана киеді. Оны асыл тастармен безендіріп, төбесіне үкі таққан. Дәстүр бойынша сәукелені айырбастамайды. Басқаға киюге бермейді. Шалбар жүріп тұруға ыңғайлы, белі қапсырылған, балағы кең ерлер киімі. Көйлек, әйел киімі. Камзол, әйелдердің көйлек сыртынан киетін киімі. Қарашы, мына көйлек үстіме құйып қойғандай жарасып тұр. Шапан, ұзын, кең сырт киім. Тон, аң терісінен тігілген жылы киім. Ішік, аң терісінен тігілетін, сырты матамен тысталатын сырт киім. Мәссаған, мына заттар неден жасалған? Ерекше көрінеді екен. Бұлар киізден жасалған. Киіз қой жүнінен басылып жасалатын материал. Ата-бабамыз керекті киім-кешегін, қажетті бұйымдарын малдың жүнінен жасаған. Киіз басу үшін қойдың жүнін қырқып алып, тазалап, ыстық суға жуып бастырады. Кейін әртүрлі түске бояйды. Кебіс, биік өкшелі, ою өрнек салынған, жібек жіппен тігілетін әдемі аяқ киім. Етік, былғарыдан тігілетін,
қонышы ұзын, өкшелі аяқ киім. Байпақ, етіктің ішінен киетін, жүннен, киізден істелетін аяқ киім. Мәсі, жұмсақ былғарыдан, ешкі терісінен тігілетін өкшесіз аяқ киім. Қазақ халқы ою-өрнектерге ерекше мән берген. Үй жиһаздарын, тұрмыстық бұйымдар мен киімдерді безендіруде ою-өрнектерді көп қолданған. Қазақ халқының бұйымдарында қандай ою-өрнектер көп қолданылатынын ертеден жеткен мына әпсанадан біліп ал. Балам биік-биік таулардан асып, терең-терең сулардан өтіп, қалың жыныс орманды аралап, күндіз де, түнде де талмай жүрген екен. Жүрген жолында ұшқан құстармен беттесіпті, бұғымен кездесіпті. Тау тағысы арқарға да жолығыпты. Жорғалаған тышқандар да қарсы келген. Балам жолбарыспен де арпалысыпты. Балыққа да ұшырасыпты. Айдың көлге де түсіпті. Қайран ұлым, алып күштің иесі. Міне досым, біз ұлттық киімдер дүкеніне келіп, қазақ халқының дәстүрлі киім үлгілерімен таныстық. Иә, ою-өрнек үлгілерінде көрдік. Балақай, өзіңе жарасымды ұлттық киім тіктіріп, киіп жүр. Әуелі қағаз бен қарандаш алып, өзіңе әдемі тақия жасап көр. Үлгіге қарап, қағаздан тақия жаса.